Шавкат Рахмоновқа Джек Делла Мадалена вызов тастады. Бүгін UFC 299 турнирында соңғы раундта Рахмоновтың салмағындағы мықты жауынгерді Гилберт Бёрнсті нокаут арқылы жеңді. Жеңген соң Джо Роганға осындай сұхбат берді. Тыңдап көрейік. Жеңіспен құттықтаймын, мен мында жеңімпазбен біргемін. Джек Делла Мадалена. Джек, бұл сенің карьераңда ең үлкен, ең жарқын жеңіс. Өзіңді қалай сезіп тұрсың? Барлық керемет, мен ойлағандай болды. Мен бұнда ақшамды алып зытайын дегем. Қызықты, бірақ ақша алу үшін көп тер төгу керек болды ғой. Үшінші раундта әдемі кез болды. Сен күрестен жақсы шығып тіземен қатты соққы тигіздің. Қайталауға назар аударайық. Сен мына позициядан айналып шығып, Гилберттен тейкдаунды күтіп керемет тізе кигіздің. Бұл аяқталудың басы болды. Я, мен оған соққыны жақсы тигізгенімді білдім, бірақ соның өзінде де көп шыдады. Ол күшті, бірақ біздің дивизионда қорқынышты жігіттер көп, бірақ мен ең қорқыныштысымын, және де Шавкат Рахмонов. Шавкат, біз екеуміз претенденттік жекпе-жек жасай аламыз. Біз бұл дивизионда ең мықтылардың біреуміз. Let's go. Бұл керемет жекпе-жек болды. Үлкен жеңіспен құттықтаймын. Джек Делла Мадалена, құрметті көрермендер. Джек Делла өте мықты жауынгер. Ол туралы қандай пікірдесіз, құрметті көрермендер? Комментарияға жазып жіберіңіздер. Видеоның соңына дейін қараған үшін көп рахмет. Кездескенше.